Сәлем достар, мектебімізде кәсіптер әлеміне саяхат тақырыбында 10 күндік өтіп жатыр. Біз сыныбымызбен ауылдағы әртүрлі мекемелерге барып, қандай мамандық иелері бар екенін анықтайтын боламыз. Ең алдымен саяхатымызды мектеп директорының бастауыш сыныптар жөніндегі орынбасары Роза апаймен сұхбатымызбен бастаймыз. Апай, сіздің мамандығыңыз қандай? Сәлеметсің бе, Мергүл? Менің мамандығым математика информатика пәнінің мұғалімі. Оған қоса осы 21-ші орта мектепте мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасар қызметін атқарамын. Апай, бастық болу оңай ма? Әрине, басшы болу оңай емес. Ең біріншіден қандай қиындықтар болуы мүмкін? Мысалы, жауапкершілігі үлкен. Яғни сен өзің үшін емес, бүкіл ұжымға жауаптысың, командаға жауапты болу керек. Одан кейін шешім қабылдау ауыртпалығы. Кейде негізі шешім қабылдауда дұрыс шешім қабылдай білу керек. Ол енді басқа адамдарға ұнай ма, ұнамай ма, сол жағы да қиын болуы мүмкін. Әртүрлі сындар да көп болуы мүмкін. Одан кейін адамдармен жұмыс істеу, адамдармен жақсы тіл табысу керек. Барлық адаммен тез тіл табысып, әр адамның ішкі жан дүниесіне үңіле білу керек. Одан соң үздіксіз білім алу керек. Басшы болу үшін де үздіксіз өзіңнің біліміңді жетілдіріп, қоғамға пайдаңды тигізе білу керек. Тек өз қара басыңды ойламай, осы ұжымның да ауыртпалығын көтере білу керек деп ойлаймын. Жалпы басшы болудың өзіндік қиындықтары да бар. Басшы болу үшін не істеу керек? Мергүл, басшы болу үшін ең бірінші сабағыңды жақсы оқу керек. Сендер 2-ші сыныпта оқып жатырсыңдар. Осы бастан ана тілін, математиканы, әрбір пәнді өзің сүйіп оқуың керек. Өзіңнің сүйіп оқитын пәндеріңді жақсына апаймен тіл табысып, апаймен көбірек жұмыс жасап, білім алуға ұмтылу керек. Сол кезде жетпейтін жетістіктерің, алмайтын асуларың, бұзбайтын қамаларың болмайды. Яғни бәріне де білім керек. Сұхбатыңызға рахмет. Мен әргер болғым келеді, ол үшін істеу керек? Айналайын талабыңнан жаусын. Ол үшін сабақты жақсы оқуың керек. Әсіресе жоғары сыныпқа барған кезде химия биологияны өте жақсы дайындалуың керек. Барлық сабақты да жақсы оқып дайындалуың керек. Емханада дәрігерден басқа қандай мамандық иелері жұмыс істейді? Емханада ма? Аяжанда жұмыс жасайды, жүргізушісі бар, науқастарды қалаға ары-бері таситын. Еден жуушылар бар, тазалықты сақтайтын. От жағушымыз бар, бізде жылытып отыратын. Осындай мамандықтар жұмыс жасайды бізде негізінен. Сұхбатыңызға рахмет. Достар, біз қазір дене шынықтыру, сауықтыру алаңына келдік. Онда қандай мамандық иелері жұмыс істейді, бірге көрейік. Сіз айтып жатқан мамандықтарыңызға қысқаша тоқтап кетіңізші. Бізде әртүрлі мамандықтар жаңа өзім айтқандай. Сол мамандықтардың ішінде жаттықтырушылар, өрт жаттықтырушылар. Саламатсыздар. Қалайсыңдар? Нешінші класс оқисыңдар? Екінші? Сынып ма апайларың? Жақсы апай, жақсы. Орман шаруашылығында қандай мамандықтар жұмыс жасайды? Бұл не дерек тұр ғой? Мамандыққа байланысты көлік жүргізуші. Көлік жүргізуші. Мысалға бізде орман шаруашылығында әртүрлі саланы қамтиды. Мысалға бізде өрт деп маған. Өрт сөндірушілер жұмыс жасайды бізде. Көрдіңіздер ғой? Қызылкөлік өрт сөндіру бөлігі. Өрт сөндірушілер, трактористер, шопырлар, машина айдайтын шопырлар, трактор айдау шопырлары, және де инженерлер, және де бұдан басқа есепшілер. Бұл әртүрлі саланы қамтиды маған. Бұл мекеме болғаннан кейін әртүрлі сала қамтылып бір ұйым жасалынады. Түсіндіңіз ғой? Мен достар, біз бүгін көптеген мамандықтар мен олардың қызметі туралы қызығы мен қиындығы жайлы білдік. Біздің саяхатымыз ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.